Мынау огород, егістік алаңы аулада. Өткенде мына жерге огурцы помидор еккенбіз. Оны мен шықпай қалды, ертелеу екіп қойдық па. Содан бүгін қайта ектік. Мына жерлер деген қарықтар деген жабайы шөпке басып кеткен. Осы 4 қарыққа қайттан ектік огурцы помидор. Асқабақтар шықты бәрі. Асқабақтар тіпәлім жақсы шығып жатыр. Осылай 4-5 қарға еккенбіз асқабақтан. 5-еуі де жақсы шықты. Ана 4 қарық шықпай қалған қарықтан шөптерін мынандай жерге қысқа дайындап кептіріп осылай жинай береміз. Қыста ертең малға азық болады. Бір қыстан шығуға болады, 3-4 жандық болса үйде. Міне осылардың бәрін орып қысқа дайындаймыз. Кептірмесең мыналардың арасы көгеріп шіріп кетеді. Сол себепті аударып тұру керек. Осылай қысқа малдың азығын жинап аламыз огородтан. Міне ауладағы кішігірім огород. 10-ға 10, ені де ұзындығы да